деген нәрсені профессиональный, кәсіби деңгейде жасау керек. Сондықтан мен биыл марафонға дайындалып жатырмын кәсіби тренермен. Катя, это для моего влога, Нурсила называется, 2 слова про себя. Я Екатерина Шатная, я мастер спорта международного класса по триатлону, участница Олимпийских игр в Афинах, участница полного айронмена на чемпионате мира в Коне. Когда ты бежишь, просто идет ударная нагрузка. Эта ударная нагрузка постоянно, за счет вот этой ударной нагрузки, она дает нагрузку на суставы, на связки, на суставы. И за счет этого сустав, на со временем у нас начинает сначала немножко болеть, потом сильно, и потом просто болеть так, что мы уже ничего сделать Какие не можем. болезни? Артрозы, артриты, хондрозы? Ну, это уже далеко зашли, совсем далеко, да. Сонымен мен алған кеңестерім, қарапайым кеңестер, ауызбен демалу керек екен. Біз көбінесе мұрынмен демал деп айтамыз. Мына тренер енді өте тәжірибелі, ауызбен демал деп айтты. Содан кейін өкшемен емес, аяқтың басымен бастап жүгіру керек. Мен кейін өзім көрсетіп беремін. Тағы да айтылған кеңестер, киінген кезде далада 10 градус болса, 0 градусқа деп киіну керек. Далада 20 градус суық болып тұрса, 10 градусқа деп. Бір 10 градус төмен киіну керек екен. Қатты терлемеу үшін. Мен де бұрын ойлайтын, терлеген кезде салмақ тастайсың деп. Терлеген кезде салмақ тастамайды екен. Просто денеңде су шығады. Сондықтан ауа райына сәйкес киіну керек. Далада +10 болатын болса, керісінше +20-ға деп киінген сияқты болып киіну керек. Осы қарапайым ғана кеңестер сіздің денсаулығыңызды сақтайды. Ең бастысы аздан бастау керек. Содан кейін барған сайын көбейтіп отыру керек. Деніміз сау болсын, инфаркттан, инсульттан, басқа ауру бәле-беттердің бәрінен жүгіріп қашып жүрейік.